исламда айтады, иманың дұрыс болу керек дейді. Ислам айтады, иманың дұрыс болу керек. Иманың дұрыс болса, барлық шаруа дұрыс болады дейді. Бұл діни қағида. Қазақ не айтады? Пейілің дейді. Пейілің деген сөзде ислам тұрған жоқ. Пейілің деген сөзде адамгершілік тұр. Бұның ниеті жаман дейді. Бұл кісінің ниеті жаман дейді. Қараңызшы. Пейілі дұрыс емес дейді. Пейілі дұрыс емес дейді. Яғни жалпы қазақтың адамгершілік этикалық тұрғысынан, мына исламның этикасы екеуі бір-бірімен тура келіп тұр. Оны теріске шығарып тұрған жоқ. Қазақ енді оны жаңағы сондықтан исламды лақтырып тастаған жоқ. Біздің өзіміздің танымымызға сәйкес келеді ғой дейді. Сондықтан ол оған кірікті. Сосын қазақ халқында ислам діні осылайша орын алды, қалыптасты. Екеуі қатар жүрді. Тәңірде, Аллада, пейілде, иманда. Қараңыз. Міне осылай келіп, жалпы адамгершілік этика менен ислам дінінің этикасы бір-біріменен кірігіп кетті.